Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, аудан тұрғындары, есім Нұрдәулет болып, Қазақ аудандық полиция бөлімінің бастығының бірінші орынбасары болып. Осы түсіріп алсаңыз, менің видеомды бейнелес шығар, жаңағы туыстарыңызға, көршілеріңізге жібересіздер, чаттарыңызға пайдалы ақпарат айтып келіп отыр. Тұрғындарға рұқсат болсын. Мынау қазіргі таңда аудан көлемінде интернет алаяқтық қылмысы өте өршіп бара жатыр. Өзіңіз білесіздер, туылған туыстарыңыз бар. Жаңағы полиция қызметкерінің немесе банк қызметкерінің немесе істер департаментінен звондап, сіздің қарызыңыз бар, немесе сіздің счетыңызды бұғаттап қойды, немесе сіздің атыңызға несие рәсімдеп қойды деп әртүрлі жалған ақпаратпен жаңағыдай құпия кодтарды алу арқылы үлкен кісілердің біраз зейнеткерлердің былай айтқан кезде әл-ауқатына үлкен нұқсан тигізіп жатыр. Сол жағдайды бәріне хабар беріп қойсаңыздар, ешқандай жалған ақпаратты сөйлей, қандай да бір түсініспеушілік жағдай болса, телефонды қоя салып, полицияға хабарласın. Себебі барлық несие өзіміз рәсімдейміз, біздің сыртымызда ешкім осы уақытта рәсімдеген емес. Сол себепті алданбай, баршаңыз осы ақпаратты жеткізсеңіздер. Содан кейін айтармын, жол көлік оқиғасы өте көп орын алды. Аудан көлемінде сіздер білесіздер, сол үнсіз соғыс деп айтады. Жылына мыңдаған адамдар қаза тауып жатыр жол апатынан. Тоже туыстарыңыз бар, жақындарыңыз бар, жолаушы тасымалдап Шымкенттен алып жүрген, Сарыағаш аралығында жүрген, енді ақшаны артынан жете алмайды. Сол себепті дем алып, тәртіпке, заңға барып, жаңағыдай жүргізуші куәлігін айдамай, мас киім айдамай, барлық заң талаптарына сай көлік айдауға сіздерді тәуекелсеңіздер, жаңағы менің қазір жолдасым видеомды жіберсеңіздер, өздеріңізде жүрсеңіздер, соның өзі үлкен осы жұмада барлық қолданылатын іс-әрекеттер. Одан кейін бізде мал ұрлығы аудан көлемінде жылдан жылға көбейіп жатыр. Көбісі біле білмейді, жаяуда жүрген малды ұрлап кетсе, ертең кешім ала саламын, немесе басқа жағдаймен түрлі мәміле береміз деген ниетпен сәл қазақшылық жасалып, мал ұрлығы қылмыстары өршіп барады. Қазіргі таңда мал ұрлығы қылмысы 5 жылдан жоғары мерзімде бас бостандығынан айырылады, яғни қамауға алынады, кешірімге алу салынған қылмыстар. Осы жағдайлардың туыс бауырларыңызда, көрші жекжаттарыңызға түсіндіріп қойсаңыздар, сіздерден талап етеміз, қол ұшын созып ұстандарыңыз осы бар. Назарыңызға рахмет, ниеттеріңіз қалды.